Корейский көксей. Капуста сәбізді соломка қылып тураймыз. Огурцты ортасынан бөліп кесеміз. Жақсылап тұздап, араластырамыз да 1 сағаттай қалдырамыз. Етімізді де соломка қылып кесеміз. Чеснок, соя қосып, маринадтауға 1/2 сағатқа қалдырамыз. 5 жұмыртқаны шайқап, блины жасаймыз. Блиныды соломка қылып кесеміз. Тұздалған көкөністерімізге қызыл бұрыш, чеснок, қыздырылған сұйық май қосып араластырамыз. Маринадталған етімізді қуырамыз. Енді бульон дайындаймыз. Мұз қостым. Сойлы соус. 1 ас қасық қант. Кинза петрушканы турап қосамыз. 1 ас қасық рисовый уксус қосып араластырамыз. Енді көксейімізді жинаймыз. Піскен лапшаға барлық ингредиенттерді саламыз. Помидор кесіп саламыз. Осылай жинап, бульон қойып, бетіне кунжут себеміз. Көксейіміз дайын, астарыңыз дәмді болсын.